Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Әзімхан Емдеби және де О, кеп, чебурек, сіздермен мен Нұрланбек. Жайттың ғой. Все. Достар, бүгін өте керемет челлендж. Бүгін біз су ішіп қоймай челлендж түсіретін боламыз. Гениально. Рахмет, көп сөз жаттаған алдын ала сценариймен дайындалғанына. Бүгін біз су ішіп қоймай челленджді бұрынғыдай істемейміз, басқаша түрде істейміз. Яғни біз неше түрлі конфет, шоколад, чипсы, мипсы, кола, мола, кола жоқ, фьюсти, там неше түрлі тамақтар алдық, даже манты алып қойдық, мынаны қараңыздар. Қазір 2 коробка бар, бір коробканың ішінде қағаз бар. Сол қағазды егер саған түссе, сен сладкийлардың барлығын жейсің. Барлығын жеуге возможность болады, су ішпейсің бірақ. Ал егер де пустой не шықса, ішінде коробканың ішінде дым болмаса, онда сен тек манты жейсің, и құрт жейсің. Типа екеуі де более полезный заттар. Короче, достар, бұл челленджді біз екіге бөлеміз. Жейтін тамақтардан пайдалы тамақтар и зиянды и жынды тәтті тамақтар. Давай, аш. Біреуін ашып бісміллә деп. Ма, достар, білдім. Мынаны қараңдар, аш. Қағаз түсті. Мынаның ішінде қағаз жоқ. Жұлдыздар везучий, короче, жұлдыз Нұрланбек. Жұлдыз, көзіңе жұлдыз салып жіберейін ба? Ладно. Тамақ ішіп отырсаңыздар, біздің видеомызға қарап, онда сіздерге ас болсын деп айтқым келіп тұр. Нұрланбек уже чипсын опырып жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Айтпақшы, мен челлендж басталмай тұрып құрт жеп алдым. Кішкене шөлдеп тұрып, уже қиын. Так что мен тоқтап қалайтын сияқтымын что-то уже. Достар, еще мынау ащы қылып істеді, мама тұзды аямай салған котлетті қараңыздар. Ё-моё, түрін қорқыс түрім мынау атты, ё-моё, ішінде майонез, соус салған ащы какой-то. Блин, көрейікші, қатты ащы болмаса екен, пожалуйста, мен шөлдеп тұрмын етай. Ащы. Натуре, мамаға айтып едім, аямай тұз салды. Аямам. Специальный челлендж үшін. Тойып жеу үшін емес, мақсат. Мақсат челлендж мен дауы. Короче, ол деген тек қана котлетке тұз салсын деді, а мен оған... Сымда деп жейін. А мен мамаға айттым, кішкене котлетке перец салып жіберсін айттым. Мынау мен жеп тұрған ең самый ащы манты. Оның алдында мама идеально пісіретін еді, прям жестко. Мен өзім қайтқам, просто ащы, тұзды көп салды. Чтоб мен шөлдеу үшін қазір. Мен бүгін зор болам, типа. Нұрланбек зиян заттар жейді. Мына қызықкен жартысына қараған. Сен жартысы. Менің жартысына қарасам, түсімелеп қаласың. Түсімелік болып қаласың. Ой. Ас болсын. Саған ас болсын. Жерде қойды морковь бар. Сладкийдан береді. Нан жегін кетіп тұрған жоқ, потому что слишком ащы. Котлет ащы, мыналар нормально хотя бы. Мен жеп қоямын да. Жоқ, сен чипсыны жей бер. Жоқ, чипсы қалай болып жатыр? Чипсы жеп жалқып кеттім. Как обычно, можешь үстіне бұрыш қосасың. Чуть-чуть. Давай. Натуре, ма? Давай, чуть-чуть қос. Маған да қоса сал. Ащы болсын. Одан да ащы етай. Бұрыш сал, бұрыш. Міне тұз едайке толып тұр. Мен салып атырмын достар. Қараңыздар. Ма, аямай салып атыр. Балы жоқ. Сал. Жарайды, мен көп қой. Енді маған. Давай. Короче, мен осылай салам. Негізі лайфхак бар, короче, ладно, потом ұрыс. Все, қат. Давай. И мынандай лайфхак бар. Асқазанды ауыртасың, ладно. Мынандай лайфхак бар. Итаки астында бұрыш бар ғой. Кетесің. Все, жарайды. Тұз и... Көп салмай, дурак. Шоколад бар, Достар, мне бұрыштарым қызмет келер тұр. Артында тұршы мен. Бұрыштарым қайын. Мен мантыйымды қарандаршы, не ұқып қалды вообще. Итаки ащы мантыйдың өзін. Үсті дүнк. Мен қалай жеймін нан? Мен ғой бұрыш. Бісміллә. Каждыйны бұрыш. Одан сайын ашып кетті. Мен бұрыш прям. Асқазанға зиян сияқты. Нормально. Нормально. Ішінде морковь бар ғой. Ставки. Үстімді мына аузым ауыратқан сияқты. Менің аузым мазақтап тұрсың ба? Шығып кеткенге. Сөлмен жешеш, ё-моё.
А, түсіре берді, сен ойнай там. Все, давай кеттік. Мына жеген жетпей ма? Может, қалған шоколадтарын алсын. Ойнайдам, жет. Жоқ, серьезно. Аузым күйіп кетті уже. Давай мына чипсы жемей ақ қойшы келесі. По привычке ішін деп отырмын. Достар, прикиньте, ішін деп атты уже. Ішіп қойсам бітетін еді ма? Сен толатын едім сразу. Видео ішін. Мен орындайтын едім, челлендж жалғыз. Достар, мен бітіріп тастадым почти уже. Тәуекел. бір жарым мант и бір котлет қалды. Короче, чокопайдың күшті ұнамайды. Аузым күйіп жатыр. Енден жетіп жатыр маған. Короче, мен чокопайды ашамыз. И... Достар, егер де 5000 лайк жинап тастансаң... Сказочный долбоёб. Шайнап алайын. Шайнап алайын. Достар, егер де сіздер дәл қазір каналға тіркеліп 5000 лайк жинап тастайтын болсаңыздар, онда біз келесі су ішпей челлендж түсірсек, түсіреміз по-любому жинасаңдар лайк. Түсірсек, мен там Европадан ба, басқа елден заказ берем. Чипсы бір острый. Еще соуспен жейтін боламыз. Короче, самый острый болады. Шынымен де самый острый біз вообще жеген өмірімізде. Чипсылардан. Сондықтан давайте лайктарын жинап тастаңыздар. Бірінші чокопайды бітірейін деп жатырмын. Мам, Руслан, мен сіздерге айтып қойын. Тамаққа вообще бұрыш қоспаңыздар сөйт. Тамақ дайын болады, сол кезде қоспаңыздар. Тамақ дайындап жатқан кезде қосып алады кішкене. А былай көп қоспаңыздар. Мен аузым ашып кетті уже. Бір мантты қанша не салғансың, аурусың да нанғандар. Бір мантты ішінде. Басты шешімді? Басым жетпей алыпсың аңдар. Аптысың. Не жеватсың сен? Айтып отыр не жеватқан? Жаңа айттым ғой. Мен котлетті бітіріп қоя жазадым уже не. Котлетін бітіріп ат. Мен ашы, кәч ашы мен. Білесің ба, сам ауызды кеп бітіретін, ол менің негізі киткат қой. Жек көресің ба қандай ашы екенін ол. Давай. Қалай жауатсың? Білмеймін. Насыл еще. Айтпас. Мен құрт барынша самый ащы зат қолына почти не ащы. Зат құрт туралы ұмытып кетпеңіздер. Ащы құрт заказ берді специально. Мындай мешоктан базардан алып қойды мама. Ащы құрт. Мен оның видеоның алдында жеп көрдім. Кішкене жеп шөлдеп кеттім. Киткат не жеп жатырмын? Достар, сладкий заттарда шөлдетеді негізі. Ащы заттарға қарағанда сладкий заттарда шөлдетеді ғой иногда. Обязательно сладкий заттарды, мысалы, киткат, шоколадтарды шаймен ішкіміз келеді ғой всегда. Шайсыз жесем бір түрлі болады. Да? Шаймен запивать етпесем бір түрлі болады, как будто ащы шөлдеп кетесің. Сондықтан да мне шоколад неше түрлісін алып қойдым. Барлығы челлендж үшін. Серьезно, киткат деген. Ішінде вафелі болғасын, ол нан сияқты. Мысық қой. Все пропало. Мен бітіріп қойдым ғой, бітіріп қойдым. Ашақ қой мұны. Ащы болса шөлдейсің ғой, қазір жайлап басталады менде. Негізі острый жесең сен сүт ішкің келеді. Қатты острый емес, но среднийдан чуть-чуть жоғары острый. Бәрін жеп қойын деп жатырмын. Қараңыздар сіздер үшін, контент үшін. По идее мен просто қарным ашып тұр. Ладно. Прикол. Острый міне. До конца жемен, достар кішкене алып қойды, жоқ су ішпейм. Достар болды, мынау жеген бітірдім болды. Енді бір картошка қалды, ол деген алып кеп тұрды деп ойламаймын. Кетші, жеу өзі. Все, құрт жейтін болғам, достар, құрт қалды менде. Мен жарты жағым пустой қош. Нұрлан бейттен неше түрлі заттар бар әлі. Құрт жеп көресің ба? Өкініп қалады сияқты. Бірге кетті. Бірінші құрт салатын аузым. Тойып кеттім ба немен? Ема острый жестко.
тер шығып жатыр уже менде қара. Үйде жатыр ба да, біртүрлі болатын. Анау слишком не болып қалды мына. Борщ көп салып жібердің сен маған. Өтірік айтпашы, ол сен просто бетіңнен май ғой. Давай іш жайлы айтпай қой. Бетті айтпай іш айтып аналадым. Май туралы мен саған көп зат айтып аламын. Давай сырласпай қояйық. Бол өтірік күлмес, бәрін қорқат отсын. Тоқ жейсің ба, үшті? Ішіме ұрат қыз. Пикник ше. Пикник көп болды жемей керек, жек көрейік. Ну ладно. Пикник сатады деп ойлаған жоқ мен әлі нешен достар. Соңғы рет пикникті қашан жедім сен комментария жазып көрдіңіздер, қызық болып тұрсын менде. Мен что-то көп болды жемей керек. Қазір мен айтып жіберейінші. Жорстокий челлендж ойлап таптым достар. Қазір 10 құртты бірден аузыма салып жіберем. Салып жіберем. И жеп қою керекпін. Эмоция білдіртпей. Егер де білдіртіп қоятын болсам, эмоция или не болатын болса, мұнда тұлым деген сөз. Челлендждан. Мынау ащы құрт достар, ойламаңыздар. Менсін емес. Мынау не ол мынау әшейін ғой деп қараңыздар. Үшеу да. 6. Давай мен тоже. 9. Жоқ саған емес. 10. Сен өзің тамағын жеп болды. Осын жеп бітірсем, зато болды ма, дым жеудің қажеті жоқ. Құрттап. Болды. Мен 10 құртты, заодно сразу мне. Тойып тұрмын просто мен қазір. Осын бітірсем болды. Ұттым челлендж. А егер деп эмоцияны білдіріп там деп қалсам болды ұтылам. Қараңыздар, ема бір қолмен бірдей маңғарашы. Ема. Сен кеттік ал. Аңырсылап қалмыш. Вы что, ебанутые, что ли? Су-сума. Ішсей? Ема. Яға. Бір дүтпешем эмоцияны. Құртты обычно істейді ғой. Сорады ғой құртты. Бай. Жайлап жейді ғой, асықпай. Ал мен болсам сразу жейді сәу керекпін. Ойланшы. Как будто тұз жеп атқан сияқты. Натуре. Қайталамаңыздар осы. Мам. Үкірсіп қойшы. Ой. Шөлдеп отқан жақсың сен уже. Мен де шөлдеп отым. Шынымды айтайын достар. Шөлдеп отым. Блин, бәріне шық қойдың өлтіріп көзір. 12 штук. 12 штук. Мен мынаны жесем менен уақыт кетесің. Давай. Не 10 штук жедім? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Не қараңдар қолымды. Тазик. Давай. Потолок. Нан жеп қойсам менен кетесің. Достар. Нұрланбекке лайк басамысың бәрін. Камен 3 секундтан кейін жеймін. Дым эмоцияны білдірме. Иә. Шайнап тастайсың просто. 1, Көрейік ал. 2, 10. Давай, мен түсіріп отамын сені. До конца шайнап таста просто. Давай, шайнап просто. Жоқ, білдіртпей эмоцияны. Шайна. Шайна, аузына ұшып жатыр ғой, ё-моё. Ашма. Ішесің ба не? Да ну, іштің ба не шынымен де? Дурак ішіп қойдың ба соқта? Дурак. Ема, достар. Ну, челлендж аяқталмай қалдың сен? Қорны? Өзімнің заттарын жедім. Там құрт жеу керек болдым мен, ереже бойынша. И тамақ жеу керек болдым. Ыссы тамақ, пайдалы тамақты жедім. Нұрланбек зиян заттар жеді. И су ішіп қойды. Ұтылып қалды. Все. Осындай видео шықты. Сіздермен болған мен Әзім Қадымде және де Чебурек Нұрланбек. Аянышты болып тұр. Сау болыңдар. Сау болыңыздар.